Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін Рико Кизет және де жеке біздің арнамызда өте кереметті видео, себебі бұл алдыңғы біздің киномыздың жалғасы кино. Ол алдыңғы киноларымызды бізді Рико жауыз болып кеткен, оны түрі жаман злойға айналып кеткенді бассек злой болып кеткен. Бүгінгі біздің екінші киномызда Рико қызбен танысады, өте кереметтей махаббат романдары енді басталады. Так что видеоның соңына дейін көреміз. Міндетті түрде лайк басып, каналымызға тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаймыз. Және де қол бос болды астыға міндетті түрде топовый комментарий жазып кетеміз. Себебі Риконың махаббат дастаны басталады. Рико злой болғанмен енді өзгеріп, сол бір әдемі қыз үшін Рико өзгеріп қайтып жайына келеді. Кек алу мынау махаббат дастандар өте көбірек болады. Жеге осы видеомызға біздің 100 лайк немесе 180 лайк, алдыңғы видеомызда 80 лайк жиналыпты. Осы видеомызға 100 лайктан асырып тастайықшы. Жеге сендер өте көпсіңдер, 100 лайктан асыра аласыңдар. Осы видеомызға 100 лайктан асса, мен 100 кристалл подарка беретін боламын кез келген топовый комментарияға. Сондықтан видеоның соңына дейін көреміз. Астыға міндетті түрде комментария топовый деген жазып кетеміз. И арнамызға подписывайся, колокольчик. Все, біздің шарттар оңай, сондықтан 100 лайк және топовый комментарий. Алшы, онда өте кереметті Риконың махаббат дастанына қарай кеттік. Видеоның соңына дейін көреміз, өткермей көреміз. Риконың махаббат дастаны басталды. Так, міне достар, Рико өзінің патшалығында жүреді, өзінің Римында өте мықты екен. МК-мен атып тұр аспанға драбашпен атып, менен асқан мықты жоқ деп тронға отырып жүреді. Сөйтіп Рико ас жақтан бір дауыс естіп қалады. Ас жаққа жүгіріп бара жатады. Сөйтсе жақындап бара жатса, жақыннан гранатаның жарылған дауысы естіліп жатады. Үйдің ішінен граната жарылып жатады. Кім болды? Рико айқайлап шығады. Алдан бір қыз жүгіріп шығып қалады. Ей, сен қыз не істеп жүрсің? Сен кімсің? дейді. Рико қасынан келіп сұрайды. Ей, тоқта, кімсің? деп сұрайды. Рико сөйтсе, бұл Әсел дейтін қыз екен. Сәлем, қалайсың деп Рико амандасады. Рико оны ұнатып қалған секілді болады. Рико эмоция жасап тронға отырып, қызға жақсы көрініп қалайын дейді. Сөйтеді, Рико енді кеткенде қыз кетеді. Мен үйіме қайтайын дейді. Сен үйің қай жерде дейді. Мен картаның шетінде тұрам, қай жерде екен қазір нақты ұмытып қалдым дейді. Осы жақтан келгенімді білемін деп Рикоға жол бастап кете береді. Рико оны ұнатып қалған секілді болды ма? Артынан тоқтатпай жүгіре берді. Рико оның қай жердесін? тоқташ, Әсел дейді, картаның үйін. Сөйтіп картаны ашады. Мына жер ма деп сұрайды. Рико, жоқ Әсел, ол жер емес дейді. Енді қай жер деп Рико қайта сұрап қоймайды. Соның жанында деп Әсел айтады, қаша береді. Сөйтеді, мұнда, таптым дейді. Рико артынан жүгіріп, дәл сол деп Әсел де алдынан кетіп баратыр жүгіріп. Риконы жеткермей жатыр. Әсел Рикодан шошып кетті ме, бірдеңе болды. Рикодан қорқты да кетіп бара жатыр. Риконың патшалығында жүргеннен кейін Рико оған кімсің анау деп біріншінде дөрекі сөйлегеннен қорқып қалды. Рико тоқта Әсел деді. Одан кейін барып Әсел кетіп бара жатып тоқтап қалды бірден. Әсел, тоқташ, мен саған бірден айтуым керек дейді. Ол Әсел, не ол, айта берші. Мен сені ұнатып қалдым деп айтқанда ол қыз оған қарамайды да бірден жүгіріп кетіп қалады. Ұялғанда ма бірдеңе болды үшін Риконың алдында. Риконың түрі де өзі злой, өте қатыгез адамдар секілді болды. Рико Әсел артынан жүгіріп бара жатыр. Әсел кетіп бара жатыр үйіне қарап. Өте қатты жүгіріп бара жатыр. Рико жете алмай жатыр, сонша Әсел Рикодан қатты қорқып қалған секілді. Және Рико, мен сені ұнатамын, жақсы көрем деген сөзінен де біртүрлі ұялды ма, үйіне жүгіріп бара жатыр. Әсел Рико артынан қуып келе жатыр. Енді Рико үйіне келді. Мынау ма сенің үйің дейді. Дейді. Әсел есігін алдына барып тұрып алады. Рико қарап тұрып, мен үйіме кірем, қазір олар ұрсады деді. Мынау менің үйім деп көрсетеді. Рико мені үш этажіне қарайды да, жақсы дейді де. Болыпты, жақсы Әсел, мен кетейін, онда сен үйіңдегілер іздеп қалмасын дейді де. Рико пока дейді. Давай, жақсы деп Әсел де жақсы деп қол сағады. Жақсы, давай дейді. Рико эмоция жасап жатады. Жақсы дейді. Сөйтеді тұрады. Рико эмоция жасап, мен ертең келемін, сен шығия дейді. Сөйтіп жатады. Бопты, пока дейді. Әсел үйіне кіріп кетеді. Ал Рико болса өзінің үйіне қарай ол да кетіп бара жатады. Арада бір күн өтеді. Сөйтеді Рико қайтадан келеді Әселге.
үйіне ертесіне келем деп айтып кеткен еді. Риконың есіне түсіп, Рико келеді қайтып әселге. Үйіне жүгіріп бара жатып, үйіне қарап келе жатыр. Алдынан сөйтіп қарап тұрса, әселге екінші этажда балконның терезесінен қарап тұр екен. «Сәлем, қалайсың әсел? Бәске түссе» дейді. Рико айтады: «Әсел, жақсы, өзің қалайсың?» деп айтып жатады. Рико: «Мен қызық жағдай болар болды, келіп түс, жүрмесем бір жерге апарамын» дейді. Сөйтіп әсел жүгіріп түсіп келе жетеді. Рико жүгіріп әселдің қасына барады. Сөйтіп барып: «Қалайсың анау деп амандасып жатады Рико. Деді: «Әсел, мен сені бір жерге апарғым келеді, бір өте кереметтей жер бар» дейді. Әселге қол бұлғап: «Мынандай өте керемет жер барайық, осында керемет жерлер бар» дейді. «Бопты да, жақсы» деп жатады. Әсел де: «Барсақ барайық» дейді. Рико кетіп жүреді әселдің артынан. Рико жүгіріп кетті, әселге қарады. Әсел қалып қойыпты. Сөйтсе Рико жүгіріп бара жатыр жол бойы. «Қазір жүре бер, иә деп қойып Рико келе жатыр. Рико оларды алдынан не күтіп тұрғанын білмеді. Олар красный зонадан да қашып келе жатыр. Рико өзінің керемет патшалықтарына ертіп бара жатыр. Ол өте мықты слой болып кеткен еді. Ол алдыңғы серияларында көргендер болсаңдар, ол тренировка жасап бәрін өлтіріп қаншер болып кеткен еді. Рико бәрін өлтіріп түрі де жаман болып кеткен екен. Әсел де одан шошып оның қасына жақындауға қорқып жүрді. Сондықтан Риконың артында 5 метр 6 метр қалып келіп жүгірді. Оған жақындауға анау айтқандай көңілі бара қоймай жүрді. Сөйтіп Риконың қасында Рико әсел деп Рико артына қарап келді. Рико: «Қайда бара жатырмыз?» деп әсел де сұрап жатыр. Жүр, өте керемет жер, мен саған тосын сыйым» дейді. Рико келеді: «Өте керемет, мен анда-санда ішім сықана осы жерге шығып қарап тұрамын» дейді. Сөйтіп: «Қайда?» «Мұнда ма?» «Иә» дейді. Сөйтіп Риконың артынан дәл осылай мінеді әсел. Ал Рико тағы да мініп кетеді үстіне секіріп. «Әсел, кел, мұнда кел» деп жатады Рико. Екеуі де мінеді мұнда кеп. Риконың қасы Рико тұрып алады. «Келіп тұрса міне мұнда» дейді. Рико келеді, білмеймін, шошып кетемін. Әсел түсіп кетеді. Риконың артында жаман рюкзагы болды. Оны әсел бірден байқап қойды ма, скелеттің суреті тұрғаннан кейін. Сөйтеді Рико оның артынан түседі, қайтып бірге секіріп қайтадан мініп жатады. Сөйтеді Рико әселдің артынан түседі. Әсел тағы да Рико қасына келген кезде әсел тағы да жүгіріп кетіп қалады. Неге екенін білмеймін, қасына әсел онша қатты жолатқысы келе бермеді Риконы. Риконың түрі слой болғандықтан оған көп жақындай бермей жатыр әсел. «Әсел болса ше, не болды, неге қорқып жатсың?» дейді. Рико: «Сәлем, анау эмоциясын жасап тұрды». Рико өте көңілді болып жүрді, бірақ әсел одан қатты қорқып жүрді. Рико да кенеттен түсіп кетті. Неге білмеймін, алды қарап құлап түсті ме. Рико да қайтып тұра тұр: «Әсел жайында тұр, мен қазір барам, қорқпа» дейді. Рико мініп қалады. Сөйтіп келесі попиткасын көреді, дәл осылай секіреді, мініп алады. Келесінде тоже секіріп өтеді. «Әсел, не істеп тұрсың, қалайсың?» дейді. Дәл осы келіп қасына тұрып алады. Сөйтеді бір-біріне қарап тұрып Рико оған әңгіме айтып бастайды. «Әсел, сен анау үйіндегі жағдай сұрайды». Сөйтеді әсел де одан сұрап жатады: «Сенің неге түрің бұндай жаман болып кеткен, неге сен злойсың?» деп сұрап жатады. Оның өзінің үлкен себептері бар, мұнда кел, мен саған айтып берем» деп жатады. Сөйтеді Рико айтып жатады: «Менде басыма осындай достарым тастап кетті, осындай жағдайлар көп өтті менің басымнан. Сондықтан мен солардан кек аламын дедім. Неше түрлі тренировка адамдарды өлтірдім» дейді. «Адамдарды өлтірдім» деген заматта әсел біртүрлі денесі түршігіп кетті ме, Риконың қасынан кетіп қалды. «Әсел, неге кетіп қалдың?» дейді. Рико қайтып әселдің қасына келеді. Рико әсел шақырады. Сөйтеді әңгіме айтып енді айтайын деп жатса, әсел тағы да секіріп кетіп қалады. Сөйтеді олар тағы бір деген сөз секіріп мінбекші болады. Әсел мінді, артынан Рико да мініп алады. Сөйтеді әселге: «Тоқтай тұр, мен болған оқиғаны саған бастан-аяқ айтып берейін, кел, мұнда кел» дейді. Рико айтып жатса, ар жақтардан адам келе жатады. Рико сол баяғы злойлығына басады, даған адамдарды қырғандай. Дәл солай оларға оқты борататып, өте қатты көп атады. Оларды атып атыр. Рико біреулерін атып стенасын жаруға көшеді. Сөйтеді Рико атып «Әсел, атпа» деп жатады. Рико злой, ол бәрін өлтіргісі келіп тұрады, бәрін атып. Біреуін құлатады, екіншісіне хет беріп бастан біреуін өлтіріп тастайды. Сөйтеді әсел одан Рикодан қатты қорқып қалады. Сөйтіп әселге қарап тұрады. Әсел оның қасына қашықтап жүгіріп жүреді. «Әсел, неге өлтірдің, сен злойсың, сен жаман адамсың» дейді.
Рико айтып ренжіп жылап жатқандай көңіл күй танытады. Әсел, сен өлтірдің, сен злойсың, сен мені ұнамайсың дейді. Рико ұнайсың деп айтқаны жоқ. Әсел, кешірші, енді өлтірмеймін дейді. Мен өзгерем дейді. Сен өзгермейсің ешқашан деп Әсел оған ұрсып атады да жүгіріп кетіп қалады Әсел. Ал Рико сол сөзді көңіліне қатты алып қала ма? Рико сол күйі орнында тұрып қалады, орнына жатып зонаның сыртында қалып кетеді.